Әлемге әйгілі спорт түрі саналатын футболда бәрімізге белгілі қанша жерден мықты саналатын командалардың өзі де кейде ойламаған жерден жеңіліп жатады. Әрине, спорт түрі болғаннан кейін ол барлығына да үйреншікті қалыпты жағдай. Алайда топ клубтардың ірі есеппен, оған қоса өз жанкүйерлерінің қарсы алдында оңбай жеңілуі өте сирек кездеседі. Сондай ол ұзақ уақыт бойы ұмытылмай күлкі мазаққа айналып жатады. Ассалаумағалейкум қадірменді футбол сүйер қауым. Бүгінгі шығарылымда мықты командалардың ұятқа қалып позор болып жеңілген жағдайлары жайында айтатын боламыз. Бастамас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнамызды қолдап тіркеліп, сонымен қатар видеоға аямай лайк басып жіберулеріңізді сұраймыз. Олай болса, бастайық. Біздің бүгінгі шығарылымымыз Реалдың масқара жеңілісінен бастау алады. Чемпиондар лигасының 2018-19 жылғы маусымының топтық кезең аясында мадридтіктер өз алаңында ресейлік ЦСКАны қабылдаған болатын. Әрине көпшілік ойын басталмай жатып-ақ Реал қиналмай жеңеді деп сенімді болған еді. Алайда Сантьяго Бернабеу стадионында ешкім күтпеген нәтиже тіркелді. Ресейлік команда 37-43, сондай-ақ 73 минуттарда Реал қақпасына жауапсыз 3 топ соғып, 0-3 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Реал ешкім ойламаған жерден сенсациялы түрде өз жанкүйерлерінің алдында жерге қарап, ресейліктерге ойсырай жеңілді. 2014 жылы өткен Бразилиядағы әлем чемпионаты додасында ешкім күтпеген біршама нәтижелер тіркелді. Соның бірі Испания мен Голландия арасындағы болған топтық кезең аясындағы матчта тіркелді. Көпшілік Испанияны жалғыз бұл матчтың ғана емес, жалпы турнирдің басты фавориттерінің бірі деп есептеген еді. Алайда бәрі басқаша болды. Алдымен испандықтар пенальти арқылы 27 минутта есеп ашты, ал нағыз қызықтың барлығы тек алда болды. Алғашқы тайм аяқталар тұста 44 минутта нидерландықтар нәтижелі шабуыл ұйымдастырып, Робин ван Перси баспен адам сенгісіз керемет гол соғып, таразы басын теңестірді. Ал екінші таймда голландиялық құрама қарсыластарын еш аямады. 53 минутта Арьен Роббен, 65 минутта Деври, 72 минутта Ван Перси, сондай-ақ 80 минутта Роббен қайтадан гол соғып, испандықтардың тас талқаны шықты. Ойын болса 5-1 есебімен аяқталды. Осылайша голландиялықтар 2010 жылғы әлем чемпионатының финалындағы жеңіліс үшін есе қайтарды. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Чемпиондар лигасының 2012-13 жылғы маусымының жартылай финалында Барселона мен Бавария командалары жолықты. Көптеген сарапшылар мен жанкүйерлер бұл қос ойындық бәсекеден тартыс пен талас болады деп күткен болатын. Алғашқы Мюнхендегі болған кездесуде Бавария Барсаны 4-0 есебімен тас-талқан етіп жеңді. Және мұндай нәтижеден соң әрине Барсаның келесі кезеңге өте алмайтындығы айдан анық нәрсе еді. Десе де қарымта ойында кем дегенде бір доп басымдылығымен болса да жеңіске жетуге тырысуға болар еді ғой. Бірақ Камп Nou стадиондағы өткен шешуші жауапты ойында да каталондықтар 0-3 есебімен өз жанкүйерлерінің көз алдында масқара болып ұтылды. Арьен Роббен мен Томас Мюллердің голдары, сондай-ақ Жерар Пикенің автоголы Баварияға сенімді жеңіс әкелді. Сол кезде нағыз бабында әрі жап-жас болған Месси бұл ойындарда жарақатына байланысты өз командасына көмектесе алмады. Десек те жалпы есепте 0-7 есебімен масқара болып жеңіліп, қарсылас қақпасына құрығанда бір голды соға алмау расымен де ешкім ойламаған нәрсе еді. Чемпиондар лигасының 2016-17 жылғы маусымының 8-1 финалдық кезеңі қарсаңында ПСЖ мен Барселона командалары жолығып, қос ойында да командалар бір-бірін аямады. Алғашқы Франция еліндегі болған кездесуде ПСЖ Барсаның тас-талқаны шығарып, 4-0 есебімен жеңіске жеткен болатын. Және осыншалықты ірі есеппен жеңілгеннен соң, Барса қарымта ойында есе қайтарып келесі кезеңге өте алады дегенге ешкім сене қоймағаны жасырын емес. Алайда Камп Nou стадионындағы болған кездесуде нағыз таңғажайып камбек орын алды. Иньеста, Месси, Суарес, Неймар, сондай-ақ Серхи Робертолар ПСЖ-ның қақпасына голдарын аяусыз топырлата соғып тастады. ПСЖ 6-1 есебімен күл талқан болып ойсырай ұтылды.
Жанкүйерлер ақтық секундтарға дейін интригаға толы болған таңғажайып кездесудің куәсі болды. Қалайша бірінші ойында 4-0 есебімен жеңіп тұрып, жауапты ойында 1-6 есебімен оңбай ұтылып, турнирден шығып қалуға болады. Бұл тіптен ақылға қонымсыз нәрсе емес пе? Осылайша ПСЖ футбол жанкүйерлері тарапынан күлкі мазаққа айналып, масқара болды. Қадірменділер, бірер минут уақыттарыңызды бөлуге тура келеді. Өкініштісі басым көпшілігі видеоларымызды қарап, құрт тіркелмей өтіп кете салады. Статистика бойынша баққандай 60% көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сондықтан егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазуларыңызды сұраймын. Сіздер үшін бұл түкке тұрғысыз бірнеше секундтық уақыт, ал біз үшін үлкен қуантарлық шабыт. Ендеше көпке созбай жалғастырайын. Айтпақшы, видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар. 2021 жылдың қазан айында ағылшын премьер лигасының 9-шы турында Манчестер Юнайтед өз алаңында Ливерпульді қабылдаған болатын. Португалда жұлдыз Криштиану Роналду қызыл сойқанды команданы сапына араға талай жылдарды салып қайтып оралып, біраз шулатқан кез еді. Әрине футбол жанкүйерлері бұл ойын қос команданың тарапынан да тартысқа толы болады деп күтті. Алайда барлығы мүлдем басқаша болды. Алғашқы таймнан ақ қонақтар Манчестер Юнайтед қақпасына жауапсыз 3 голды соғып тастады. Екінші таймда да мерсисайдтықтар қарқындарын азайтпай, тағы 2 гол соғып, манчестерлік ұжым 0-5 есебімен тас-талқан болып жеңілді. Айтпақшы, Мохамед Салах бұл ойында хет-трик авторы атанған болатын. Мұндай сұмдыққа шыдамағы Роналду ойын сәттерінің бірінде эмоциясын басқара алмай, қарсылас ойыншысына қарсы ережеге сай емес тым дөрекі ойнады. Дегенмен Ливерпуль ойыншылары ашуға мінген Криштиануды сабырға шақырып, дер кезінде орнына қойды. Осылайша өз жанкүйерлерінің, оған қоса аңыз бапкер Сэр Алекс Фергюсонның қарсы алдында қызыл сойқандар масқара болып отылды. Чемпиондар лигасының 2018-19 жылғы маусымының жартылай финалында Барселона мен Ливерпуль командалары күш сынасып, қос кездесуде аса тартысқа әрі драмаға толы болды. Алғашқы Камп Нудағы болған кездесуде каталондықтар 3-0 есебімен сенімді жеңіске жеткеннен кейін, көпшілік оларды финалға өтіп қойды деп алдын ала болжаған еді. Алайда шешуші жауапты ойында ненің күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Үміт үзбей соңына дейін шайқасып ойнаған мерсисайдтықтар өз жанкүйерлерінің көзінше Барсаны 4-0 есебімен тасталқан етті. Ливерпульге Джорджиньо Виналдум, сондай-ақ Диво Горейдің қос-қостан соққан голдары таңғажайып жеңіс әкелді. Әсіресе ағылшындықтардың 4-ші соққан голы Барсаның таза масқарасын шығарды. Трент Александр-Арнольдтың бұрыштамадан асырған голдық пасы сәтіндегі Барса ойыншыларына жасаған өрескел қателігін әлі күнге дейін көптеген жанкүйерлер күлкі мазақпен еске алады. Испания чемпионатының 2010-11 жылғы маусымының 13-ші турлық ойынында Барселона өз алаңында Мадридтік Реалмен жолығып, әлемге әйгілі Эль Классиколық кездесу орын алды. Бұл алып командалар арасындағы өткен ойындар әрқашанда миллиондаған жанкүйерлер арасынан орасан зор қызығушылыққа ие болатын. Әсіресе дәл сол кездердегі, яғни Роналду мен Месси, Иньеста мен Хави, сондай-ақ Месут Озил мен Ди Мариялардың нағыз прайм кездеріндегі текетірестер бөлек болатын. Ойыншылардан бөлек Хосе Гвардиола мен Жозе Мауриньо арасындағы бапкерлік қызу бәсекелестіктің де талай куәсі болдық. Эль Классикода әдетте көп жағдайда минималды есеппен жеңіс жиі тіркелетін. Алайда 2010 жылдың 29 қарашасында Камп Nou стадионда өткен матчта ешкім күтпеген жағдай орын алды. Каталондықтар Мадридтен келген қонақтардың қақпасына жауапсыз 5 голды соғып талқандады. Хави, Педро, Давид Вилья және де Суарес Хефрен соққан голдар Барсаға ірі жеңіс әкелді. Ал Месси болса 2 голдық пас жасап көзге түсті. Дәл сол ойыннан кейін Жерар Пикенің 5 саусағын көрсетіп, әбден күлкі мазақ еткені әлі есімізде. Ал масқара болып жеңілген Роналду бастаған жігіттер ұятты күйде Барсаның алаңынан түксіз қайтты. Топтамамыздың 3-ші орнына 2014 жылғы әлем чемпионатының жартылай финалы қарсаңындағы Бразилия мен Германия арасындағы сұмдық матч жайғасады. Турнирдің басты фавориттері саналатындар арасындағы өткен бұл ойыннан жанкүйерлер қызыққа толы талас тартысты күткен болатын.
Сарапшылар тарапы матчтың алдында Германияға аздаған басымдылықты беріп, оларда ойын фавориті деп есептеді. Алайда ойынның өзінде ешкім күтпеген, тіпті бүкіл әлемді шоқ қылған жағдай тіркелді. Сенесіздер ме? 29 минуттың өзінде немістер Томас Мюллер, Мирослав Клозе, Тони Кросс, сондай-ақ Сами Хедиралардың топырлатқан голдарының арқасында 0-5 есебімен Бразилияның астан кестеңін шығарып жатты. Және неміс машинасының бұнымен тоқтайтын ойлары болмады. 69 бен 79 минуттарда Андре Шюрле гол соғып, таблодағы есеп таза 18+ болып кетті. Тек 93 минутта ғана бразилиялықтар Оскардан жалғыз голмен жауап қаталды. Өздеріңіз елестетіп қараңыздаршы, әлем чемпионатында, оған қоса өз елінде өтіп жатқан турнирде, өз жанкүйерлерінің қарсы алдында 1-7 есебімен тас-талқан болып жеңілу, бұл шынымен де масқара позор жағдай ғой. Күні бүгінге дейін Бразилия футболының жанкүйерлері дәл сол ойын болған күнді мүлдем естеріне алғылары келмейді. 2019 жылғы Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңі қарсаңында мадридтік Реал Аякспен күш сынасты. Алғашқы Нидерландия еліндегі өткен матчта испандық ұжым 1-2 есебімен минималды басымдылықты еншілеген еді. Сөйтіп барлығы Мадридтегі болатын қарымта матчта шешілетін болды. Бәлкім сол кезде Аякстың қарқыны мен деңгейін тіптен ешкім ойлап бағалап көрмеген болар. Алайда олар ешкім күтпеген нәтижелерге қол жеткізді. Және ертегіге айналған сол Аякстың жорығы дәл осы Реалмен болған ойыннан бастау алды. Кездесудің 7-ші минутынан Хаким Зиеш есеп ашып, 18-ші минутта Давид Нерес таблодағы есепті 0-2-ге жеткізді. Әрі қарай Реал ойыншылары шабуылдап, қарсылас қақпасынан әлсіз тоз таба алмай әлек болып жатқан кезде 62-ші минутта Душан Тадич 3-ші голды соғып кетеді. Мадридтіктер тек 70-ші минутта Асенсионың жалғыз соққан голымен ғана жауап қаталды. Ал бұдан 2 минут өтер өтпестен Лассе Шоне айып добынан гол соғып есепті 1-4-ге жеткізді. Осы 4-ші гол жіберілген гол сәтінде Тибо Куртуа оңбай қателеседі. Ойын сәттерінің бірінде Фрэнки де Йонг тәжірибелі жартылай қорғаушы Лука Модричті бала шалдап отырғызып кеткен сәтін осы уақытқа дейін біраз жанкүйерлер күлкі мазақпен еске алады. Осылайша Реал Чемпиондар лигасында оған қоса өз жанкүйерлерінің қарсы алдында Аякстан оңбай ұтылып ұятқа қалды. Сонымен, бүгінгі шығарылымымыздың бірінші орнына әрине 2020 жылы Чемпиондар лигасының 4-1 финалдық кезең аясындағы Бавария мен Барселона арасындағы орын алған кездесу жайғасады. Бүкіл әлемге жайылып, ауыр жағдай туындатқан коронавирус пандемиясы футболға да кесірін тигізбей қоймады. Ширек финалдық кезеңнен бастап командалар бұрынғыша бір-бірімен 2 рет кездеспей, барлығы бір-ақ ойында шешілетін болды. 2020 жылдың 14 тамызы күні Барселона мен Бавария арасындағы болған текетіресте ешкім ойламаған сұмдық нәтиже тіркелді. Кездесудің 4-ші минутынан-ақ Томас Мюллер есеп ашты. Және бұдан 3 минут өте Барселона Давид Алабаның автоголының арқасында таразы басын теңестірді. Қос команда тарапынан жылдам соғылған бұл 2 голдан соң әрі қарай тартысты текетірес болама деп күткен едік. Алайда әрі қарай Бавария ұжымы қарсыластарына нағыз аяусыздық танытты. Алғашқы таймның өзінде немістер Перишич, Гнабри және де Томас Мюллердің соққан голдарының арқасында 1-4 есебімен алда келе жатты. 27-ші минутта Луис Суарес есеп айырмасын 2-4-ге жеткізді. Десе де неміс машинасы тоқтамады. Олар тағы да жауапсыз 4 голды соғып тастады. Кимих, Левандовски, сонымен қатар Каутиньолар көзге түсті. Сол күні Барсаны ешкімде аяған жоқ. Тіпті өздеріне тиесілі болған ойыншы Филиппе Каутиньо алаңға басқа ойыншының орнына алмасып шығып, дубль жасап кетіп, сөйтіп есеп 2-8-ге жетті. Ойын басталмай жатып-ақ Баварияның жеңіске жететіні онсыз да айдан анық белгілі нәрсе еді. Алайда сонда да намысқа тырысып ойнап, жанкүйлерді жерге қаратпай-ақ лайықты күйде жеңілуге болар еді ғой. Расымен де 2-8 есебімен тас-талқан болып жеңілу Барселона үшін нағыз трагедиямен қоса сұмдық ұятты жағдай болды. Осы жалғыз бір ғана ойын дәл сол сәттегі Барселонаның барлық жағынан қаншалықты қиын, ауыр күйде болғандығын айқындап берді. Күні бүгінге дейін каталондағы ұжымның жанкүйлері дәл сол түндегі болған ойын мен 2-8 есебін бір сәтке де естеріне алғылары келмейді.
Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.